Достар, мен мойным терлеп жатыр. Мама ішке кір. Мама әне аңдып тұр ғой. Вот мен әлі жүрмін мына жерде. Құрсын жанып кетті ғой. Барлықтарыңызға сәлем достар. Мен каналыма қош келдіңіздер. Біз дейтін ойлап атқан шығарсыздар, не үшін былай қап-қалың киініп алды деп, құрсын жаздың ыстығында не үшін қап-қалың киініп алды деп. Бізден андай челлендж. Мен бүгін ауырып қалдым, бар ғой, температурам көтеріп естіп жүрген кезде мама давай ойнайық деді ғой, сондай. Давай бір челлендж ойнайық, маған поддержка болам дейді ғой, андай. Мен де қап-қалың киініп алам, сен сияқты кім ұзақ жүре алады? Сол 40 000 теңге. 40 000 теңге ақшалай ұтыс болады бізде. Менде 40 000 теңге бар екен, соны ойнап тұрмыз қазір. Кім қанша уақыт далада көп тұрса, сол мына 40 000 теңгені алатын болады. Каусар, тырысасың ғой ақшаны алуға. Иә, мынандай начос бар ішінде. Ең азы бір сағат. Бір сағат. Қайсы? Бір сағат азы. Далада үйде емес, дала деген қазір бізде 45-50 градус ыстық шығады. Тем более қазір обедтің кезі. Менде былай киініп алып, не азап дешеш. Давай, кәне. Ол үшін кім бірінші? Сулифа, кәне. Бізде Сулифа болайын деп жатыр. Давай. Сулифа. Мен бірінші. Мен шешуіме болады екен онда, давай. Давай, кеттік, Каусар. Қазір сағат, сен далаға шыққан кезден бастап сағат есептеледі. Ой, жанып кетті бай уже. Маманың шашы қарай. Сен бар ғой, ойбай, мына шашым жинап алайын. Каусар, сен бар ғой, аны киіміңді алдын ілдіресің. Қалың, как положено, қыста қалай жүресің, солай жүру. Қыста осылай жүрем ғой мен. Жоқ. Как положено жүресің. Бір сағат. Ладно, достар, кеттім мен далаға. Мама уже шешініп алды, не? Жеп-жеңіл дала жанып тұрды. Мына жер жанып кетті. Тапочки киіп алайыншы, хотя бы. Кафелде жанып тұр, ыстық. Каусар, ана көлеңкеге барып отыру, ана времянкаға кіріп отыру деген жоқ. Неге? Жүресің осы күннің астында, жүресің. Алдыңды ілдір. Ужас. Давай, алдыңды ілдір. Мә, достар, мен дейтін мына қуым әрең сыйып жатыр ғой. Сыйғыз соны, сыйғызасын. Қасқа, осылай. Капюшонды шешпейсің, иә, бір сағат жүресің. Алдыңды ілдір, алдыңды ілдір. Мына киімді достар, негізінде Астанаға алғам ғой, Астана салқын деп. Мұның ішінде начос бар, кісі. Давай, ал, бауырымды ілдір. Алдым, іліне ма? Ілінеді. Маманы көреміз, неше сағат шыдай екен. Каусар, жаңағы айтқаны, мен енді мұла жерде ыстықта, мен саған бүйтіп тұра алмайым қарап. Бұлай, мен сен аңып бетіп тұра алмайым ғой, Каусар деп. Үйде жатам, мен салқында кондердің астында жатам. Сен жүресің, кәне. Ана жерлеге кіріп, көлеңкеге барып, жүру деген жоқ, Каусар. Онда есептелмейді. Осы жерде ана жаққа дейін бұлай келесің. Бір сағат сразу өткідеді, анамыз шықпенен жүр. Давай, ладно, мен кеттім, мама ішке кірейін деп жатыр. Ал мен... 1, 2, 3 басталды. Аяқ жерге тасталды. Мына мысық не жеп жүр? Аяғына Каусар. Ал. Қалың етіп беріп киім. Тоқ, қош, құрсын осылай. Бонус болсыншы тапочка. Жарайды, ставай, бонус болса бонус. Бірақ ана жаққа времянка кіріп шешіріп қазір мен любой время шығып қалам. Сосын ол манадан бері жүргенім есептелмейді. Ойбай, мына мысық теу жүрдің. Жақсы онда. Ой, бір мама сізде бір челлендж ойластыра береді екен, сіз бар ғой. Мама іші пысады осы, достар. Дала дейтін күн шарқырап шығып тұр ғой, хотя бы. Бұлт дейтін бұлттанып тұрған жоқ, дала жанып тұр. Достар, бізде бар ғой, уже бассейнге түсетін погода болып тұр ғой. Вау, достар. Не, күн кетіп баратыр уже. Конечно, сіз болсаңыз кетпей қалады шығарсыз. Не, достар, қараңыздар. Мына жерде дейтін алдында менің ағам бәрі тықырық түсады, ona жерден.
далада жүремін енді өйстіп терлеп уже достар менің мойным терлеп жатыр. Мама ішке кіріп мама әне аңдып тұр ғой. Вот мен әлі жүрмін мына жерде. Құрсын жанып кетті ғой. Ладно достар, енді көнеміз. Достар, мынау алдыңғы біздің неміз ғой. Ішінде ақша болып еді, сол алдыңғы біздің ойнаған челленджімізде осының ішінде ақша болған. Вот. Тағы осындай жанып тұр. Примерно 40 градустай бар шығар. Мә достар, мына басымды қараңыздар. Что терлеп кеттім ғой мен. Ту енді мына жерде тағы да жарты сағат отыруым керек. Мама дейтін терезеден аңдып жүр ғой, мен далада жүрмін міне. Аяғымда терлеп, мына басымды қараңыздар, терлеп кетті ғой. Ту мына мысықпен жүрмін сол далада әлі. Мен егер бар ғой, мама менен 1 сағаттан көп жүрсе, мен 1 сағат жүрсем, мама менен 1 сағатқа көп жүрсе, сол ақшаны ұтып алады достар. Мені қолдап кетіңіздер, давайте. Соңында кім жеңгенін көретін боламыз. То мама енді адамды аямайды ғой. Мына күнде шығып тұр ғой. Құсын достар, менен не істеймін? Қолымды терлеп жатыр. Вот мне уже терденім, уже мына қолым дейтін не болып кеткен ғой. Капец дірілдеп кеткен ғой достар. Хотя тапочки бонус. Кішкене мына жерден ала кіріп тұрады десе. Вот достар, мына мысық отырған. Мына алдыңғы біздің түсірген мысығымыз далада жүреді бұл көбінесе, себебі үйге бүлдіріп тастайды үйді бұл мысық. Мысық туралы сіздер көп қарайсыздар видео. Сондықтан тіркеліп кетіңіздер. Достар мен көшенің кішкене қызыққа көргім келіп тұр. Кімдер бар екен деп. Мына қыз дейтін неғып жүр демесін күннің қыстығында. Вот, ана жерде машина келе жатыр ғой, қазір жолда дейтін ойлайтын шығар, бұл машина дейтін. Мына қыз неғып жүр деп тұрсын. Ұят болмасын, сондықтан есікті алып қояйық. Мынаның ішінде менде начос бар. Жаман терлеп кеттім достар, мәссаған. Ауруым бәрі тарап кетті-ау деймін менің. Уф, достар, уже 1 сағатым өтті, наконец-то мен жанып кеттім. Құдай-ау. Уф, бекірем. Вау, мына жерде сап-салқын ғой, мама, құдай-ау. Болды ма де 1 сағат? Я, болды, мен жанып кеттім, шашымды қараңызшы. Не, достар, басым бәрі, мына белім бәрі жанып кетті. Жаман терлеп кеттім. Сен тек 1 сағатқа шығардың ба, енді мен кезегім бар? Я, даладан қарағанда үй салқынырақ екен ба, оказывается. Үйдің қадірін білмейміз. Кондер қосулы тұр еще, құдай-ау. Біздің үйде 3 кондер бар. 3 кондердің 3-еуі де қосылып тұр ғой. Енді мен бар? Я. Мына ақшаға тиме қазір, может мен оған шығармын. Тиеміз. Достар, жалғасын ертең көретін боласыздар. Маманың қалай жүргенін, қалай ыстықта жүргенін ертең көретін боласыздар. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Всем пока. Лайк басып тіркеліп комментарий жазып кетіңіздер. Ертең екінші бөлімі болады. Всем пока.